бір адамдар бай, бір адамдар кедей болады. Яғни олардың көбісінің бай болуының және кедей болуының бір себептерінің бірі ол адамның ойлау мышлениясына байланысты болады. Яғни Саид Мұратов Давлатов өзінің «Богатое мышление и бедное мышление» кітабында айтады, ол 15 жыл бойы тренинг өткізіп жүр, және соның ішінде 546 жетістікке жеткен, және де оның ішінде 6 миллиардердің и 204 мультимиллионердің өмірін зерттеген екен. Сол жерде бір мынандай нәтиже шығарған екен. Адамның богатый мышление, кедей мышленияның мынандай белгілері бар екен. Яғни байлар изобилиямен ойлайды, ал кедейлер нехваткамен ойлайды да. Жалпы бұл жерде кедейлер ананы алу керекпін, мынаны алу керекпін, сосын ремонт жасау керекпін, сосын киім алу керекпін деп ойлайды да. Соның бәрі расход ойлай береді да көбінесе. Мысалы, бір адам $5000 тауып жатыр ай сайын. О, ай сайын $5000 жаратады. О, $50,000 тапса да $50,000 жаратады ай сайын. Бұл бедный мышлениенің адамы да. Ал мысалы, бір адам лотереядан $10,000 ұтып алса, ол ойлап қалады, что раньше ол айына $500 жаратып тұрса, ол бірден жаратып тастайды. Өйткені ол бәріне жетеді деп ойлауы мүмкін ол адам. Сөйтіп жаратып тастайды. Ол өйткені не үшін ол жаратып тастайды? Өйткені ол нехваткамен ойлайды да. Не жетпейді деп, соның бәрін ақша көбейген сайын проблемада жарататын нәрселерді көбейеді. Осы қате мышление. Жалпы изобилиямен ойлау жүйесі бұл былай болады да. Яғни менде жеткілікті киім бар, жеткілікті продуктым бар деген сияқты. Изобилиямен ойлау деген нәрсе ол ақша ешқашан таусылмайтын деген ой. Осы ой адамды бай қылады. Мысалы, Билл Гейтс Microsoft ойлап табар кезде ол ойлады, ол әрбір үйде компьютер болады. Әрбір үйде кішкентай бір компьютер болады. Сол үйде бір программный обеспечение болу керек дейді. Сөйтіп Microsoft ойлап шығарады. И расында да сол ойлаған жүйесі пайда болып, компьютерлар көбейіп, и Microsoft программа жүйелерін сата бастады. Сөйтіп ол миллиардер болып кетті. Сондықтан біз бай болуды ойлау үшін біз ақша ешқашан таусылмайды. Ол расымен де ол ризық несібеміз жазып қойған, ол исламда да бар. Әрбір адамның ризық несібесі келіп отырады. Сондай ойлау жүйеміз бізді бай қылады екен. Сондықтан біз өзімізді бай сезіну үшін біз проблемаларға ақша жоқтығына қарамау керекпіз да. Бұл біз наоборот қосымша уайым беріп жібереді, және қосымша проблема алып келуі мүмкін да. Оданша доходты ойлау керек, жаңа мүмкіндіктер ашу керек, и өзіңнің мақсат армандарыңды ойлау керек. Бұл бізге жаңа табыс алып келуге, жаңа бір шешім шығаруға бізге жолын көрсетеді. Адам өзінің нені қалайтынын білсе, қанша ақша керек екенін білетін болса, ол адам сол ақшаға бір талпыныс пайда болады. И ол ақша оған да бір как будто келетін сияқты болып тұрады да. Сондықтан біз изобилиямен ойлау керекпіз да. Ақша бітпейді, и мақсат болу керек та. И сол мақсатқа бізде қатты бір желание болу керек. Және де екінші отличие бай адамдар мен кедей адамдардың ойлау жүйесінде, яғни кедей адамдар ойлау жүйесінде мен бәрін білем дейді. Ол қалай, мысалы одан біз бұл жерде түсінетіміз, яғни кедей адам бәрін білем дейді. Яғни одан не үшін кедейсің деп сұрайтын болсаң, ол көптеген причина тауып береді. Яғни ол, мысалы, біреу айту мүмкін, мен кедей болуым менің баламның кесірі дейді. Яғни мен аяққа тұрам дегенше мен баламды қарадым, сондықтан мен кедеймін дейді. Ал бай адамдардың мышлениясына сұрайтын болса, неге сен бай болдың десе, мысалы, мен бала асырап жатыр, мен сол баламды асырау үшін мен бай болу керекпін деп, бай адамның мышлениясы осындай болады. Сол кедей адамдардың мышлениясының бір қиындығы, ол адамдар бәрін білем дейді. Ол әрекет етпейді. Ол енді бәрін біледі ғой. Ал енді бәрі емес енді. Ал бай адамдар қалай ойлайды? Оларда білім жеткіліксіз. Олар не істейді? Олар жаңа білімді іздей бастады. Олар байлардың қалай жетістікке жеткенін іздей бастайды. Қандай жолы бар? Конкуренттерді қарайды, конкуренттерді зерттейді. Солардан білім алуға тырысады да. Мысалы, біз ол алған білімді әрекет етпейтін болсақ, жасамайтын болсақ, тоже ол нәтиже болмауы мүмкін. Сондықтан, мысалы, біз гүл ексек, оның өсу үшін біз не істеу керекпіз? Жерге егу керекпіз, суын құю керекпіз. Сондай жолдарын, әрекеттерін жасау керекпіз, и результатын күту керекпіз. Сол сияқты да білімді біз алғаннан кейін
әрекет ету керекпіз, и сол әрекеттен кейін нәтижесін көруге талпыну керекпіз. Осы жерде түсінетініміз, біз өзіміздің дамуымызды, білім алуымызды, кітап оқуымызды тоқтатпау керекпіз. Бұл бізге өзіміздің арманымызға жетуге жақсы көмектеседі. Біз алған білімді дұрыс қолданатын болсақ, біз анау көп білім алып әрекет етпейтін адамнан озып кетуіміз мүмкін. Негізі бай мен кедей мышлениясы тақырыбында өте көп, әлі де Құдай қаласа айтатын боламыз. Сондықтан жаңа видеоларды кешіктірмеу үшін лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Және де мен осы жерде түсіндіріп кететін жайт, мен бұл жерде кедейлерді төмендету мақсатында емес, жалпы бір ойлау жүйесінде, негіз бәрі емес, жалпы кішкене келеді бұлар. Енді зерттеу жасалған, сол зерттеу бойынша айтылып жатқан әңгімелер.